Ақша табатын, ақша таппайтын адамның қандай айырмашылығы білесің? Ақша таппайтын адамды қымбат ресторанға барып қойыншы, Шымбұлақтың түбіндегі, Есентайдың үстіндегі. Келеді де өзін білдіріп қояды. Ресторанға кіреді. Плов бар ма дейді. Лағман бар ма деп сұрап отыр. Ана дүние жүзінде содан бір тамақ жоқтай, тамақ құрып қойғандай, тек қана плов сұрайды ғой. Жалпы мынандай қымбат ресторанда бар ғой, біреулер мысалы әкесінің счетын сұрайды, мамасының счетын сұрайды, жеп отырады ғой тамақты. Мынау деген таза еңбекпен келген, таза ер жігіт ұстап, жұмыс жасап, бақайт еткен адамдар жейді мынандай ресторан. А так жейтін болсаң, өз тамағыңды до конца еркек құсап, жұмыс жасап жейді. Мықты айтып отыр негізі. Қазіргі жігіттер туралы айтып отыр да. Инстаграмда, тиктокта отырып алып, біреудің айыбын ашып, өсек айтып, артынан жаман комменттер жазып. Пай-пай, сұмдық. Керемет айтып отыр. Маған ұнап отыр.